Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін үй жағдайында қарапайым заттардан три желания деген майонез жасаймыз. Ал ендеше ең алдымен бізге дәл осындай банка керек. Және өлшенген сұйық майымызды құйып аламыз. 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз қосамыз. Және 1 шай қасық горчица қосамыз. Ол маңызды емес, жоқ болса қосудың қажеті жоқ. Кейін бір жұмыртқамызды шағып аламыз. Аз мөлшерде лимон шырынын қосамыз. Және өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен қара бұрышты қостым. Кейін ручной блендерімізді алып жақсылап 2-3 минутта езгілеп аламыз. Міне біздің үй жағдайында қарапайым және қолжетімді майонезіміз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмау үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.